Елімізде мешіттердегі тәртіптің бірыңғай ережесі әзірленеді. Себебі кей діни жоралғылар әр өңірде әртүрлі өткізіледі. Бұл туралы Мәжілісте дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаев айтты. Сондай ол Қазақстанның діни аудиториясына сыртқы әсерлер күшейгенін жеткізді. 3 сағаттан астам уақытқа созылған үкімет сағатында діни сауаттылық, жастардың теріс ағымдағы діндердің жетегінде кетуінің себептері сияқты өзекті мәселелер талқыланды. Толығырақ тілші тарқатады. Адасқанның алды жол, арты соқпақ. Айжан Бақытқызының өмірлік жолдасы аңдамай жүріп, араңдап қалған. Жаттың жарығына өз үйінің шағын айырбастап, имани иммунитетін жоғалтыпты. Өткен жыл біз шаңырақ құрған болатынбыз. Алғашында барлығы жақсы болды. Одан кейін күйеуім медресеге бара бастады. Бірақ қайда барып жүргенін сұрағанымда ешқандай жауап берген жоқ. Одан кейін бірте-бірте күйеуіммен ұра бастады. Үйдің бөлмелерінің терезесін қараңғылап қоятын болдық. Туған туысқандармен араласудан қалдық. Соңында күйеуімнің діннің басқа ағымына кеткенін білдім. Айжан сияқтылардың тағдырын тас-талқан еткен күмәнді ұйымдарға 30 мыңға жуық адам барып жүр. Олар білім беру орталығы, интернат, қор, курс және жазғы лагерь деп те аталады. Бір мыңдай әртүрлі орталықтар бар екен. Бұл енді бір жағынан заңға да қайшы келеді. Екінші жағынан енді біздің енді арнайы мемлекеттік органдарымыздың солардың көбін не істеп жатқанын білмейтін туралы бүгінде ақпараттарды айтып жатырмыз. Оларға әрине олармен жұмыс істеу керек, оларға бір шаралар қолдану мәселелерін бүгін депутаттар көтеріп жатыр. Депутат дін саласында сапалы теолог мамандарды көптеп даярлау және жұмыспен қамтуға жетті. Еліміздің өңірлерінде 160 имам тапшы. Жалпы сенімдеріне селке түскендердің қылмысқа баруына әлеуметтік, экономикалық себептер сеп болады екен. Қылмысқа барған адамдардың 50%-дан астам сол қылмыс жасаған кезде жұмыссыз болғанын, ал 12%-дан астам азаматтар бұрын немесе бірнеше рет сотталғанын анықтады. Бүгін таңда азаматтардың шамамен 10% өздерін атеист немесе агностик деп санайды. Халықтың 75% құдайға сенушілер, бірақ діни жоралғыларда тұрақты ұстанбайды. Ал діндарлардың 16%-ға жуығы барлық діни жоралғыларда орындайды екен. Дінді желеу етіп екпе салдырудан бас тартқандар көбейіп кетті. Тек қана екпе емес, жазда 4 жасар Виктория Сусаева сектаға кіріп кеткен анасының кесірінен ем-дом алмаған еді. Ауыр дертке шалдыққан қыз қайтыс болды. Мұндай мысалдар жетеді. Статистика қарасаңыз, 16 жылы 10 мыңдай балаларға сондай прививка жасамаған. 17 жыл одан көбейіп 12 мыңға дейін жуық болды. Оның бәрін қарасаң 42%. Сонда мынау сол біздің әлгі мәнақ айтқандай діни жолындағы балаларға әділетіп істемейді екен. Елімізде соңғы 2 жылдың ішінде теріс бағыттағы ақпарат жариялаған 3300-ден аса интернет сайт анықталды. Бұған қоса биыл баспа өнімдерін шығаратын 136 нысанның заңға қайшы әрекет еткені белгілі болды. Осындай сайттардың жұмысын сол мезетте құрықтау керектігі айтылды. Депутаттар бұл заңнамалық өзгерістерді талап етсе, істі көпке созбай құжатты қарауға дайын екендіктерін жеткізді. Жалпы атқарылып жатқан жұмыс аз емес. 2,5 мың адам қазір дәстүрлі діни сенімге қайтарылды. Үкіметтік емес ұйымдарды қаржыландыру 3 есе өсті, бірақ босаңсуға негіз жоқ. Діни экстремизмге қарсы профилактикалық жұмыстарды күшейту керек. Бұйырса, осы жылдың аяғына дейін үкімет заң жобасын әзірлеп парламентке енгізеді. Индира Бегайдар, Азамат Какенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.